Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар ма? Бүгін 15 мамыр 2026 жылы. Кеше 14 мамыр күні сот отырысы болған. Яғни сот отырысы барысында судьяның әрекетіне, заңсыз әрекетіне деп қарсылық танытқам. Яғни қарсылық барысында сот бүгін 15 сәуір күні сағат 3-ке қарсылықты қарау туралы сот отырысы болады деп шақырды. Қазір енді бұл жерде негізгі мәселені айтып өтейін. Біз кеше қарсылық танытқан кезде мен өзім таныттым қарсылықты, яғни судьяның әрекетіне. Сонда қарсылық танытқаннан кейін заң бойынша, азаматтық процесс кодексі бойынша, қылмыстық процесс кодексі 87 бабы бойынша қарсылық таныту кезінде қарсылық білдіргеннен кейін судья болды, орнынан тоқтап шығып кету керек. Жұмыс тоқтайды, суд процесі тоқтау керек. Енді кеше сағат 6-дан кейін пристав звондайды маған: сіз сотқа құрметтеушілік жасап, әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 653 бабын бұзып, сотқа бағынбадыңыз деп, яғни сізді жауапкершілікке тартамыз деп жатыр. Бүгін енді көреміз қандай әрекет жасайтын. Маған қазір таңда тура ол 2-3 күннің көлемі болды. Қысым жасап жатыр. Әртүрлі ертең оның бәрін сот процесі басталған кезде біткеннен кейін бірақ айтам. Арызыңды ал деп жатыр маған. Енді барлық біздің әрекеттеріміз заңды болғаннан кейін осы қамаумен немесе айыппұлмен мені қорқытып шаралар жүріп жатыр қазір. Түркістан облысы Ордабасы ауданының сот процесінде осындай әрекет болып жатыр. Басқа заңсыз нәрсе таппағаннан кейін соттың қысымымен мені қорқыту шаралары жүріп жатыр деп ойлап отырмын. Мен күдіктеніп. Енді қандай қаулы шығарады, қандай хаттама, кешегі приставтың қоңырауы бойынша, яғни ол қоңырау шалмау керек, маған сот кабинетіне немесе шақыру жіберу керек. Қоңырау шалып осындай әрекет жасады. Қазір кешегі біздің қарсылығымыз бойынша Қ Мырзабековке, Түркістан облысы Ордабасы ауданының сотының судьясы Мырзабековке біз қарсылық танытқанбыз. Отвод деп атайды екен оны. Енді оны қалай қарайды, қазір таңда көреміз. Енді бұл жерде ең басты мәселе олар енді отводның бәрі сот процесінің барысында ғой. Бірақ маған жасалып жатқан қысым бойынша, яғни барлығы біздің әрекетіміз бәрі заңды болғаннан кейін заң шеңберінде осындай қысым көрсету басталды. Яғни Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа және бас прокуратураға осындай шағым түсіргім келіп отыр. Бұл тек қана қазір таңда менің күдігім ғана.